Баяғыда бір ешкінің 7 лағы болыпты. Ешкі орманға көк майса шөп жеуге кетеді екен. Ешкі өрістен келген соң есігін қағып: Уақыттан, шырақтан, аша ойынды шыта терін сендерге. Анасының келгенін көрген лақтар анасына қарай жүгіреді. Сүтке тойған лақтар қайтадан үйге қарай оралады. Ешкімге мен жоқташ күнге аспанда есікті. Деп ешкі қайтадан орманға кетеді. Ешкінің орманға кеткенін байқап қалған қасқыр: Орманда ешкі де туады екен ғой. Өзінің неше уақы қанымды тоятын болды ғой. Уақтан, шуақтан, аналарың кеді. Сендегі сүт әкелді. Жоқ. Сен дедіме бәбесін. Дедім бәбесін даусым жінішкеп. Қасқыр не істерін білмей көп ойланады. Сөйтіп бір шешімге келеді. Таптым, ұштаға балам. Ұшта, менің даусымды жіңішкетіп берші. Жоқ, қолана келмейді. Әйтпесе мен сені жеп қоям. Ай. Жарайды. Уақтан, есікті аша қойды. Аналарың кеді. Сендегі сүт әкелді. Жоқ, көкпанда. Мені аналарым жібейді. Зеңгі орманға. Ой, есік неге ашық? Қасқыр омаға алып кетті. Аңсыдан көмек жүр. Аңшы, маған көмек керек. Мені уақытымды алып кетті қасқыр. Жарайды. Қасқыр,